Біз бүгін Айша екеуміз не саламыз деп ойлап отырып, қиссаларды біраз оқып, ішінен есек пен қасқыр туралы қиссаның суретін салып, қырқып, ертегі жасаймыз деп келісіп алдық та, істедік соны. Қасқыр мен есек қиссасы. Бір баяғыда бір қасқыр мен есек болған екен. Есек айтыпты, шөп деген сары болады депті. Сөйтсе қасқыр айтыпты, жоқ, шөп деген жасыл болады депті. Шөптерді. Сөйтсе есек айтыпты, жоқ, шөп деген сары болады депті. Сөйтсе қасқыр, ей, көзіңді ашып қара, міне, шөп деген жасыл болады депті. Сөйтіп екеуі төбелесіп айтысып кетіпті бір кезде. Тоқтапты да, кеттік онда арыстанға барайық, сол өзінің айтатын айтсын. Кім ұтады екен, көреміз деп, екеуі бүйтіп арыстанға барыпты. Сөйтіп арыстаннан сұрапты. Ареке депті, қасқыр айтыпты. Мына есек шөпті сары дейді, мен оған жасыл деймін дейді. Сөйтсем қоймай сары деп айтып жатыр дейді. Сөйтіп, қайсымыздікі дұрыс, қайсымызды қамайсың депті. Сөйтсе арыстан айтыпты. Сенікі ғой қасқыр. Сөйтіп арыстан айтыпты. Арыстан үндемепті да, қасқырды бүйтіп алыпты да, түрмеге бүйтіп қамап қойыпты. Түрмеге бүйтіп қамап қойыпты. Ей, мен неге қамадың арыстан депті. Жасыл емес сары ма не шөп депті. Сөйтсе арыстан айтыпты. Сен дұрыс айтасың. Шөп жасыл. Бірақ сен мына ақмақ ешекпен салғыласып ұрысқаның үшін сені қамап қойдым депті. Сен ақылды болсаң дейді, сен онда ешекпен салғыласпау керек едің депті. Сонда қасқыр ойланып қалыпты. Арыстан дұрыс айтады. Бекерге сөзімді тауысқан екенмін ғой депті. Сонымен осы есек пен қасқыр жайлы қисса осындай екен достар.